Men ekеуің жақсылап тыңдамаңдаршы. Мен ертең Гүлдермен бірге бір аптаға санаторияға кетіп бардым. Айналайын, тыныш отырмын да, қызым, әкесі, әсіресе саған касаймы. Мама, бір апта дейсіз ба? Біз не істейміз? Қарнымыз ашады, папа екеуміздің. Ешқандай да қарндарың ашпайды. Мен айтып кеттім, бір апта сенде тамақтандырады. Ой, қойыңызшы, бізді кім тамақтандырады? Әкетсеңіз болады ғой бізді. Ей, зато өзің білесің ғой, азанда келесің ба, кеше келесің ба кафеге барған кезде. Кстати, я онысы бар екен ғой, бара беріңіз, жолыңыз болсын, ақ жол. Сосын сен мен кетіп қалған кезде шашымды жайып жүрме, кайфовать етіп бір апта кемпірім жоқ, войла деп, түсіндің ба? Магазиндер бәрін айтып кеттім, бері шумасын қарызға біреуді деп. Құмаши қашынан бері ішіп жүрмін, ішіп жатқан жоқпын, қазір білесің ғой. Ішіп жүр, кайфовать етіп жүр деген еститін болсаң, аузымды айырам. Қалай сонда аузымды айырам, десең, ойнамайдым, жан барып келе бер, сақ ойнама, еш ойнама. Бір апта тыныш отырсыңдар болды. Тамақ істемейсіңдер, Reese's Foodқа мен айтып кеттім. Қазірден бастап заказ беріп қойдым, уже осыны жеп жүресіңдер. Түсіндіңдер ма? Бір апта бойы Reese's Foodты жеп жүресіңдер, сендер. Рахат қой, сендер, кайф қой. Мен бір аптаның ішінде келемін дегенше осы видеоның астында пікірмен үлпілі болатын болсын. И сосын Reese's Foodқа заказ беріңіздер. Талғам менің тым жоғары, таңдауым